және бұл мен үшін бұл өте қызықты, себебі Америкада бізде тек бір тіл бар, және ол ресми емес жалпы, ол жай тіл, себебі американдық конституцияда бізде ресми тіл жоқ. Және болашақта осы ұрпақ үшін, және болашақтағы келетін, мен білмеймін, следующее поколение. Келер ұрпақ. Рахмет. Келер ұрпақ. Оларға келешек үшін. Келешек үшін. Сіз не керек, олардың қазақ тілін дамыту үшін не керек деп ойлайсыз? Олардың қазақ тілін дамыту үшін ең бірінші мынау YouTube-тағы контентті өзгерту керек. Біздегі YouTube-тағы контенттің 95% орыс тілінде. Қазіргі кішкентай бізде қазір тенденция бар, өте нашар, өте қауіпті тенденция. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз орыс тіліндегі ютуберлерді көреді. Сол ютуберлер арқылы олардың тілінің бәрі қазақша емес, орысша шығып кетті. Олар орысша ойлайтын деңгейге жетті. Тіпті қазақша акцентпен сөйлейтін жағдайға жеткен жағдайымыз бар. Соны өзгерту керек деп мен біздің құзырлы органдарға айтып келемін. YouTube-тегі контентті қазақшалау керек. Біздің керек болса қазақ тілді ютуберлерді дайындау керек. Біздің жастарымызды жоғалтып алмау үшін, келешек ұрпақтың тілін жоғалтып алмау үшін қазақ тілді ютуберлерді, вайнерлерді дайындау керек. Сол арқылы біз тілімізге деген қолданысты кеңейтеміз. Қазақша көбірек көретін, қазақша көбірек үйренетін балалар көбейеді. Қазір өкінішке қарай өте көп балалар, тіпті белгілі ақын жазушылардың, белгілі журналистердің өздері айтып отыр, мойындап. Осы YouTube-ты көріп, біздің балаларымыз орысша сөйлеп кетті деп. Ол YouTube-дағы контентке байланысты. Біз мысалы өзімізде кішкентай кезімізде орысша мультфильмдерді көріп өстік, бірақ біз орысша сөйлеп кеткен жоқпыз. Оның миссиясы басқа болған. Ал қазіргі ютуберлер, ол адамның санасына соншалықты қатты әсер етеді. Кез келген бала солардың өмірімен сүргісі келеді. Солардың өмірін сияқты Майамиге барғысы келеді. Олар орысша сөйлеп, сайрап, ойнап жүреді. Басқа балаларды солар сияқты болғысы келіп, сол өмірге еніп кетеді. Сондықтан олардың тілі де орысша шығып жатыр. Сондықтан ең бастысы YouTube-тегі контентті өзгерту керек. Қазақ тілді қолданысты күшейту үшін барлық жерде қазақша амандасу, қазақша қызмет көрсетуді кеңейту керек. Үшіншіден, Қазақстан билігі негізінен мемлекеттік тілде сөйлеу керек. Қажет болған жағдайда аудармашыларды пайдалану керек. Қазақ тілді аудармашыларды пайдаланса, қазақ тілді мамандарға да сұраныс артады. Сол кезде біздің тіліміздің де қолданыс аясы кеңейе береді. Қазақша сөйлейтіндер көбейеді, қызмет көрсететіндер де қазақша болады, және қазақ тілінің статусы да өсе бермекші. Және бізде өте бір көңілге тиетін жағдай, бізде бәрі қызмет көрсету орындары, басқа дүкендер болмасын, басқа орындарда қазақша аударманы Google-ға салып, қате-қате аударып қоя салады. Қазақша мағынасы мүлде өзгеріп кеткен сөздерді іліп қояды қазақшасы деп. Сол мысалы өте күрделі мәселе негізі. Сол үшін қазір біздің интернет аясында қазақша жаз, қазақша сөйлейік деген бір топтар құрылып, сондай қатемен жазылған жарнамаларды, қатемен жазылған дүкеннің аттарын, мынау акция деген бүкіл осы нелердің, баннерлердің бәрін суретке түсіріп, соларға қателерін түзеп жүр. Ескерту айтады. Мысалы, операторларға, компанияларға кіріп, мысалы, сіздің мынандай веб-сайтыңызда мынандай қазақша өте қатемен жазылған. Өрескел қатеңізді түземесеңіз, сізге осындай айыппұл салынады деп ескерту жасау арқылы олар көп нәрсені өзгертіп жатыр. Мен өте қуаныштымын, ол үшін қолдаймын. Енді бұны
кең масштабта мемлекеттік деңгейде қолға алатын болса, қазақ тілінің қолданыс аясы кеңейе бермек. Өйткені барлық жерде қазақша сауатты жазылатын болса, көп адам амал жоқ қазақша оқиды, одан кейін олардың қазақшасы да жақсара түспек. Сондықтан қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту керек. Ол үшін барлығы қазір билікке байланысты болып тұр. Және азаматтардың өздерінің жеке ұстанымдарына байланысты. Мысалы, банкоматқа келгенде көп адам автоматты түрде орысшаны таңдай салады, өйткені орысша бірінші кезекте тұр. Одан кейін қазақша, одан кейін ағылшынша таңдау тұр. А негізі бірінші қазақша тұру керек, сол кезде адамдар қазақша таңдау керек. Қазақ қызметін таңдау керек. Мен түсіндім. Және менің соңғы сұрағым бұл, сіз айтыңыз ғой, қазақша сауатты жазу, сауатты сөйлесу бұл ең бастысы. Бірақ ең басты мәселе. Бірақ мен басқа адамдармен сөйлескенде, олар маған әрқашан Леора, сен өте таза қазақша сөйлейсің деп айтады. Себебі мен орыс сөздер қолданбаймын. Мен оларды білмеймін. Таза сөйлейсіз, орыс сөздерін қолданбай. Бірақ бұл проблема деп санайсыз ба? Так считаете? Санайсыз ба, санайсыз. Есептейсіз ба? Бұл проблема дейді. Біздің қазақтардың көп тілі аралас, тілдер шұбырланып кеткен. Мысалы, бір сөзін қазақша айтса, бір сөзін орысша айтады. Негізгі сауатты әдеби тілде қазақша сөйлейтіндер өте аз болғанда да, егер адам өзінің миына сигнал берсе, мен таза қазақша сөйлеймін деген, оның қазақша сөйлейтін мүмкіндігі бар. Адамдар еріншек тек қана сол миларына мен қазақша таза сөйлеуім керек деген мақсат қоймайды. Мен де мысалы орысша сөйлеймін, бірақ мен қазақша таза сөйлеуім керек деген миға сигнал берсем, мен міндетті түрде қазақшаны таза сөйлеймін, бір ауыз орысша сөз қоспай еркін сөйлей аламын. Біздің қазақтардың көбісі олай сөйлей алады. Тек жай ғана миға сондай тапсырма бере алмайды. Мен таза қазақша сөйлеуім керек деген. Бұл тіл шұбарланып кеткенде өте қиын жағдай. Мысалы, біздің балаларымызда көп сөздің қайсысы қазақша, қайсысы орысша екенін білмей қалатын жағдайлар бар. Өйткені өте көп адам араластырып сөйлейді, тіпті мұғалімдердің өзі орысша араластырып сөйлейді. Сол мен өз кезегінде ылғи сол ұстаздарға да ескерту жасап жүремін, тілді шұбарламай қазақша сөйлеңіздер. Өйткені сіздер оқушыларды, болашақ ұрпақты тәрбиелеп отырсыздар, сіздердің тілдеріңізге байланысты, олардың да тілі бұзылып кетуі мүмкін. Егер сіз қазақша таза, әдемі сөйлесеңіз, сіздің балаларыңыз да, оқушыларыңыз да солай сөйлеуге тырысады деп, әрдайым өз кезегінде жиналыстарда мен ата-аналардың көзінше ұстаздарға солай ескертемін. Рахмет, мен түсіндім. Рахмет сізге, қатысқаныңызға өте қуаныштымын. Көп рахмет сізге. Мен осы әңгімеден өте көп леззат алдым, және әдетте мен олардан леззат алмаймын. Сондықтан рахмет сізге.